Сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынандай әдемі гафер қағазынан түрлі түсті гүлдер жасайтын боламыз. Осы керекті құрал жабдықтар қайшы, өлшегіш, губка және жаңағы ортасына қоятын лентамыз қажет болады. Сары түсті гафер қағазынан алдымен бірінші гүлдің қалай жасайтынын көрсететін боламыз сіздерге. Алдымен өлшеп алдық 8 см қылып, және осыны басына дейін қырқатын боламыз. Бірінші 2 данасын жасап аламыз өзімізге ыңғайландырып. Енді осыларды бір-біріне қаратып бүктейміз және шетін қырқамыз. Бүктеген жерін және жартылай бүктеп, осының ортасын кесіп аламыз. Және тағы бүктеген жерін кесеміз. Екіншісінде дәлме-дәл үстіп қырқып аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар аяғына дейін. Өте әдемі, үйге де және өздеріңіздің жұмыс істеп жатқан жерлеріңізге де апарып қойсаңыздар болады. Кішкене тапсырыс алып, өздеріңіз үйренгеннен кейін тапсырыс алып, кішкене ақша жасасаңыздар да болады өздеріңізге. Енді осыны екі бүктеп, жарысынан ұшына дейін, қараңыздар, жарысынан ұшына дейін қайырып қырқатын боламыз. Гүліміздің жапырақтары кәдімгі арналған өзіміздің астында, гүліміздің астындағы жапырақ емес, кәдімгі гүліміздің жапырағы болады. Осыны бүріп, қолымызбен мінекей бүреміз да, және қолымызбен созып жібереміз. Бұл гафер қағазы негізі қай жаққа қаратып жасасаңыздар да иілетін жұмсақ әдемі қағаз. Енді ортасына, осы гүліміздің ортасына бірінші темір алып алдық, кішкенесін темірді, және осы ыдыстардың ортасына қоятын сындырмас үшін осындай губкаларды қояды. Осыны алдық, осыны енді кішкене ортасындағы темірін алып аламыз. Арнайы осындай лента бар, осыны аяғына дейін орап шықтық. Енді губкамызды ортасына клеймен клейлейтін боламыз. Ыстық клеймен клейлеп аламыз, және соны губканың ішіне кіргіземіз. Дайындап қойған ашық қызыл түстісін клейлеп шығамыз. Сонда гүлдің ортасынан әдемі болып көрініп тұратын болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Енді осы гүліміздің жан-жағына жабыстырып отырамыз. Алдымен асты мен үстін жабыстырып аламыз. Бірінші өлшемей кішкене артығырақ алып қойдық, сол үшін артық жерін кесіп алып тастасаңыздар да болады. Сонда ортасындағы жаңағы ашық түсті розовый дейді, сол көрініп тұру керек. Екінші жағын клейлейтін боламыз. Енді бұны да артық жерін қырқып алып тастайтын боламыз. Енді қолымызбен икемдеп жабыстыратын боламыз. Мінекей ортасы кішкене көрініп қалды сұлу болып. Енді шет-шетін бәрін жабыстырып отырамыз. Өздеріңіз білесіздер, үлкен қылып жасайым десеңіздер, үлкен губканы және сантимерді үлкенірек қылып алатын боласыздар. Кішкене жіңішке емес, жуандау сантимерді қолдансаңыздар болады. Тек қана сантимерге қатып қалған жайым жоқ. Кейбір кезде негізі сантимер кішкене иігеді. Гүлдерді иігіп қойсаңыздар болады. Ал кейбір жерлерде спашка таяқшамен жасайтын боламыз. Бұл жерде кішкене тағы да қырқып аламыз.
және икемдеп жапсырамыз. Әрине осындай қол өнерлерді өздеріңіздің фантазияларыңызбен шығара берсеңіздер өте әдемі болып шығады. Ерінбей қойшы осыны жасағым келмейді, мен қолымнан келмейді деген әңгіме болмау керек та. Өздеріңіз ынталансаңыздар, бәрі қолдан келеді. Адамның қолынан келмейтіні жоқ. Өздеріңізге сенімді болып, кішкене қызығушылық пайда болса, адамның қолынан келеді. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Арнайы осы кішкене гүлдеріміздің ортасындағы саптарына арнайы ішіне кішкене мата қосылған және де қағаз қосылған. Ортасында кішкене клей бар, ленталар арнайы сатылады, соны қолданып отырамыз. Бұны да кішкене қырқып аламыз. Мінекей гүліміз дайын болды. Енді орталарына, түбіне кішкене жапырақ жапсырып қоямыз. Раушан гүлдердің түптерінде осындай жапырақтар болып тұрады, соны жапсырып қоямыз. Жаңадан түйінделіп, жан-жағына бүршік атқан кезде, осы 3-4 жапырақ астында қалып кетеді. Және ортасына тағы да мінекей алдындағы лентамыз бөлек болатын, изолента сияқты, енді осыны кәдімгі мата сияқты лента бар, осыны орап отырып, ортасына жапырақтарымызды жапсыратын боламыз. Осы жолы гүліміздің жапырақтары кішкентай болып кетті. Өздеріңіз білесіздер, үлкен қылам десеңіздер де, өздеріңіздің мінекей. Бұл жерде әр гүлдің жапырақтары 3-ден келеді, кейбір жапырақтарда 2-ден келеді. Аяғына дейін істеп орап шығатын боламыз. Өте оңай. Үйлеріңізге қойып қойсаңыздар, кәдімгі әдемі үйдің сәнін кіргізіп тұрады. Сыйлыққа берсеңіздер де болады, тапсырыс жасап істесеңіздер де болады. Мінекей сары гүлім дайын болды. Қалған гүлдерді мінекей қараңыздар. Сарысы бар, сарыдан 3, аспан көк қоюдан 2 және қызыл түсті ашықтан 2. Сонда бізде 7 дана пайда болды. Енді осы дайындап қойған кішкене қорапшамыз бар. Осы қорапшаның сыртын әрлеп дайындап қойған және ортасына арнайы кішкене жаңа гүлдерді қыстыратын губка. Енді осыларды бойына қарап кіргізетін боламыз. Екеуі кішкене бойлар кішкене, ортасындағылардың бойлары және орташа және үлкендерін биік жағына орналастыратын боламыз. Қараңыздар, өте тамаша болды. Енді осылардың түптеріне өзіңіздің кішкене сеніміңіз болса, мінекей гүліміз дайын болды. Енді бізге кішкене божий коробканы жәндіктерді жапсыратын боламыз. Көктемде өсіп, ұшып, ешкімге зияны жоқ. Мінекей біздің гүліміз және астына қоятын ыдысымызбен дайын болды. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет.